Сәлем достар, сіздермен Жанар Бөлен каналы. Видеолар ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал бүгін сіздермен біз ерекше таңғы асқа тез жасалынатын құймақ жасайтын боламыз. Яғни құймақ жасау рецептімен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан өте әдемі болып шығады. Ал енді бізге керегі жылы тұрған айран үй жағдайында. Сосын бір ас қасық ас содасы кішкене араластырып аласыздар. Сосын 2 дана жұмыртқамызды жарып, бірге қосып араластырып аламыз. Сосын 4-5 ас қасық қантымызды қосамыз. Тәттілігіне қарай өздеріңіз қосасыздар. Және тұз қосып, бірге бәрін араластырамыз. Сосын електен өткізілген ұнымызды бірге қосып араластырасыздар. Мінеки дайын болған салмамызды 10 минутқа қалдырып қоямыз. Сосын қызып тұрған табамызды маймен майлаймыз да бір ас қасықтан құйып шығатын боламыз. Мінеки видеода көрсетілгендей етіп, домалақ етіп құйып шығасыздар да. Қаймақ секілді құйған кезінде осылай түсу керек. Сосын асты жай отта тұру қажет. Мінеки видеода көрсетілгендей де бетінен осындай көпіршіктер шықса, яғни оның асты жағы піскені. Біздің шанышқының көмегімен мінеки келесі бетіне аударамыз осылай. Сонда астын мінеки көрсеңіздер осылай пісу қажет. Мінеки барлығы пісіп шығады, яғни келесі бетінде осылай пісіріп аласыздар да ыдысқа саласыздар. Ас болсын.